Негізі біз қазақ халқы жаңа жыл мерекесін ерекше тойлаймыз. Қазір білеміз, жаңа жылға, аястаға көп сенбейміз, бірақ шаңырағымызға аяста кіріп келсе, бұл өтірік деп айтпаймыз. Өйткені біз ақылды халықпыз, ақсақалды сыйлаймыз. Сандықтың түбінде жатқан шапанды аламыз да, ақсақал келіп қалды деп иығына шапанды жауып жібереміз. Тұрсынбек өте дұрыс айтады, рас. Шапан киген ақсақалды көргеннен кейін барлық қазақтар қолын жайып, алақанын жайып, бата сұрайды. Онда дәл қазір осы сахнаға эстрадамыздың ақсақалын шақырсақ, біз де бата сұраймыз ба? Олай болса, бүгінгі думанды кешіміз жалғастыратын қазақ эстрадасының ақсақалы. Қарсы алыңыздар, шашы ұзын ақсақал. Olan şaşın sezim özgesinde olamazsın. Жауап сұрақтарға тал шелегін кезер біліміна оралмасын. Аспанда ақ бұлт көшеді, самалын мұңын еседі, ақ қанат айдай періште. Айыбым болса кешенді, қандай бақыт деген бұлаққа біз неге алыс кетті, жырақтамыз бөлек екі аралдай күйдеміз-ау. Іштей жауап іздеп сұраққа біз аспанда бұлт көшеді, самалы мұң еседі, ақ қанат айдай періште. Айыбым болса кешенді, өткен шақ есік ашар ма? Кетпейді-ау есен қашанда, нұрына алам бөлесін. Қамығып көзге жас алма. Өткен шақ есік ашар ма? Кетпейді-ау естен қашанда, нұрына алам бөлесін. Қамығып көзге жас алма. Өткен шақ есік ашар ма? Кетпейді-ау естен қашанда, нұрына алам бөлесін. Қамығып көзге жас алма.